Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Фариза Тоқсанбаева. Бүгін сіздерге осындай әдемі живой фотоны 50 жыл тұратындай етіп қалай жасауға болады, соны көрсететін боламын. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін қараңыздар, және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қыздар, енді живой фотоны альбом AR деген сайттар жасауға болады. Жасауға болғанда бұл жерде тоже на заказ жасайсыздар. Қалай на заказ? Картинкаңыз бен видеоңызды жібересіз, и бұл сайттағы адамдар жасап береді. Фоторми деген сайтта ғана жасауға болады өзіңіз, лично өзіңіз кіріп сайтқа өзіңіз жасауға болады. Қалған барлық сайттарды қарап шықтым, барлығы на заказ жасайды. Сіздер фотосын, видеосын жібересіздер, олар жасап береді. Только фотормиде ғана жасауға болады. И мынау ең нормальный вариант, потому что $1 ғана алады, получается 500 теңге где-то, арзан деп ойлаймын мен живой фотоға. И еще жаңағы Каспимен төлеуге болады спокойно. Бір күннің ішінде дайындап береді сосын. Енді қалай істейміз бұл жерде? Мінекей кіресіздер, авторизация етудің қажеті жоқ. Осылай кіресіздер, мына жерде оқып шықсаңыздар болады. Сосын мына жерде пользователем и фотографом деп тұр. Біз фотографпыз, біз жұмыс істейміз, өйткені біз пользователь емеспіз. Сондықтан фотограф дегенді таңдайсыздар. Сосын мына жерде бәрін оқып шығасыздар, сосын заказать AR дегенді басасыздар. То есть біз заказыңызды жасайсыз мына жерде. Мына жердің бәрін толтырып шығасыз. Тоқсанбаева Фариза, номеріңізді жазасыз өзіңіздің. Обязательно почтаңызды жазасыз, өйткені сізге почтаңызға ол кісілер өздерінің счеттарын жібереді, жаңағы альбомның кодын жібереді и жаңағы картаның номерін жібереді өздерінің. Страна обязательно Қазақстан, өзіңіздің ауылыңыз, жаңағы қалаңыз, Қызылорда ма, Алматы ма. Сосын мына жерде ссылка на скачивание ваших файлов деген. Бұл жерде Google дисктің ссылкасын қоясыздар. Оны қазір көрсетемін қалай істеу керек екенін. Все, сосын заказать дейсіздер, Енді суретімізді біз WhatsApp-пен жібермейміз. Оны Google-ға салып қоямыз. Оны қазір көрсететін боламын. Яқтан шығайық. Шығайық, например, сізге клиент суретімен фотосын жібереді. Мен, мынаны істеп жатырмын, фотосын, видеосын жіберді дедік, Сосын выбрать етесіздер, переслать деп, выбрать етесіздер. Сосын поделиться дейсіздер, оң жақта тұрған басып, поделиться дейсіздер, Яндекс дискқа жібересіздер, и осы жерде выбрать папку деп шығады. Мінекей, загрузить и выбрать папку деп шықты астында. Сол выбрать папкуды дегенді басасыздар, папка создавать етесіздер. Плюсты басып, папка создавать етесіз. Папкаңыз клиенттің атымен болады. Например, заказ, бір клиент сізге заказ беріп отыр, заказ, не знаю, Айнур, Айнурдан заказ келіп тұр сізге. Соны создать дейміз. Все, заказ Айнур создать етілдік, осы жаққа загрузить дейсіздер. Мінекей, загрузить. Папканы ашып, осының ішіне загрузка жасайсыздар. Все, загрузка жасалынды, енді шығасыздар, Яндекс дискқа кіресіздер. Яндекс дискқа кірдік. Осы жерде файлы дегенге кіресіздер, астында мінекей лента, файлы, фото деп тұр. Сол файлы деген басасыздар, сосын заказ Айнур деген шығады. Үстінен басасыздар. Сол кезде астында кнопкалар шығады, поделиться дегенді басасыздар. Сосын поделиться ссылка деген басып, скопировать етесіздер. Все, скопировали ссылку. Енді альбом AR-ға кіріп, заказать AR дедік қой, сол кезде Google дискті өштерге вставить етесіздер. Все, сосын заказать деп, яғни робот дейсіздер, заказать деп жібересіздер. Сосын бұл кісілер бір күннің ішінде обработка жасайды, бір күннің ішінде сізге істеп береді. Бір күн өткеннен кейін сізге почтаңызға, қазір көрсететін болам бәрін. Почтаңызға сообщение келеді, мінекей. Мен уже ашып қойғанмын. Мінекей, альбом AR-дан сізге осылай письмо келеді. Счеті осылай тұрады, үстін басасыздар, мінекей. Бәрі жазылып тұр, сіздің счет номер деп тұр, номеріңіз, A8991 кодтың альбом номері. И мына жерде $1 деген, сосын мына жерде данныйлар тұрады. Виза, мінекей, номері картасының, сосын Калужный Александр деп жазылып тұр. Осыны копировать етіп, кәдімгі Каспиға кіріп, мен кірмей ақ қояйын, международный перевод жасайсыздар.
сосын $1 деп тересіздер, астында рубль теңге деп тұрады, сол кезде обязательно $1 деп жібересіздер, өзі есептейді, перевод жасайсыздар. Перевод жасағаннан кейін чекті сақтайсыздар міндетті түрде. Чекті сақтап аласыздар да, мына код тұр ғой, осы кодты да копировать етесіздер, альбомның коды получается, WhatsApp-қа, жаңағы кісінің номеріне WhatsApp-қа жібересіздер. Мінекей, я оплатила альбом, вот квитанция деп жібересіздер, сол кезде ол кісілер активный қылып қояды сіздің живой фотоңызды. Надеюсь, түсінді деп ойлаймын, сіздер түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қазір қалай тексеру керек екенін көрсететін боламын отдельный видеода. Тағы да жаңағы көрсететінім, осы жерден файл ашуға болады. Сіз, например, WhatsApp-пен жіберілмей тұрса, осы файл неге кіріп, сразу осы жерден папка ашсаңыздар болады. Например, мына жерді басасыздар да, создать папку деп. Қажеде, мне плюс тұр, плюсты басасыздар, сосын папка создавать етесіздер, автоматически все создать деп. И ішіне кіріп, например, мына заказ плюсты басып, тоже фотоның ішіне кіріп, фотоңыз бен видеоңызды салып, жаңағыдай ссылкасын копировать етіп, жаңағы жерге альбом айырға қоясыздар да, заказать деп жібересіздер. Енді қалай тексереміз, альбом айырға кіреміз жаңа приложениесіне, сосын барасыздар да, мінекей QR-ға апарасыздар, бірінші осылай тура фототурмидағыдай QR-ды сканировать етілесіздер, сосын загрузка болады, загрузка болғаннан кейін фотоға апарасыздар, фотоға апарған кезде артынан видеосы шығады, живой фото болады. Мінекей осылай тексересіздер.